Қыз бала мен мұз қала. Әлдебір шұғыл шаруасымен тысқа шыққан адам түгілі құм кесірткесінің де апшысын қуырған мынадай аласапат ыстықта шыбын жанын күйттеген бір пенде болса, ол осы ауылдағы мұз қаланың меңгерушісі Боранбай. Боранбайдың бұл қызметіне қызығатындар шаштың түгінен көп, қызғанатындардың есесін кім алсын. Ал Боранбайға бәрі бір. Күн көтерілісімен Қызылқұмның үстімен көз арбайтын ақ сағым жүгіретіні, Қозылақтың алыс ұзамай қайта айналып тоқал тамның көлеңкесіне тығылатыны, бағана басында электр сымдарының белдері бүгіліп түсініксіз тілде гөй-гөйлейтіні, әйелдердің есік терезені қымтап аулаға су бүркіп жататыны ол үшін үйреншікті тіршілік. Басында бағанадай ши қалпақ, тұмсығында құрсауы алтын түстес бояумен жиектелген қоңыр көзілдірік үстінде ақ шыттан тігілген кең қолтық жейде, бұтында қыры сынбаған ақ шал бар. Боранбайдың сырт тұлғасының өзі бейтаныстарды былай қойғанда ауылдастарын да үнемі таңғалдырумен келеді. Төбесіне күннен көлегейлеп жатыр. Ұстанымы әлде бір еркетотай нәзік жандарға ұқсамайыншы деген сақтығы. Әйтпесе үйінде қолына қолайлы, басына киіктің мүйізі қондырлаған ақ таяғы және бар. Төңірегіне айнадай асфальт төселсе бір сәрі. Тық-тық дыбысының өзі кісіге қуат берері сөзсіз. Ал Қызылқұмның өзегіне аяусыз таяқ сұңқылдағаны не табасың? Боранбай мұз қаласы иек астында жерден жарты метр ғана көтерілген жертөленің қай тұста екендігінің жұрттың бәрі біледі. Білетіндері айналаның барған сайын тынысы тарылып, құм бетінде табан тиіспес жалын өршелене түскен сайын жертөледегі Боранбайдың мұз қаласы қиял ғажайып ертегідей жұмақтай көз алдыңа көбелеңдеп тұрып алады. Мұз қаладағы қоңыр салқын лепке бір шомылып шыққанның арманы не? Қайран мұз қала. Мұз қаланың ішіне әлде бір себеппен кіріп шықсам ауды ойлайтын пақырды бұл маңнан шырақ алып таба алмайсың. Міне, ауылдастарының көздерінен бақырайтып қойып, бар өмірін мұз қалада өткізіп келе жатқан Боранбайдың бейнесі неге екендігін қайдам, барған сайын биіктей түседі. Айтары жоқ, өзі де барып тұрған көксоққан. Әйтпесе мына тұрған мұз қалаға сонша сәнденбей-ақ бауырына болады ғой. Әлде құм қойнауындағы шоққа көмген табадай шіліңгір шүлде бүтіндей өртеніп кетпесе де, ыстық астында ыңырсып жататын жатаған ауылда әлемдік өркениеттен үмітті ас ішіп аяқ босатқаннан гөрі жан-жағына зерделі көзбен қарай алатын адам барын дәлелдегісі келе ме? Әлде табиғат ананың тымыр мінезіне жатып кеп өкпелейтіндерің-ай, ертең не арғы күні түріскедей сап-салқын жел көтеріледі. Мұның бәрі уақытша шыдамдылық танытып, Құдайға қарсы келетіндеріңді қойсаңдаршы, одан гөрі балаларыңды үстеріңе жапсырып, мен секілді неге маң басып жүрмейсіңдер дегісі келеді ме? Опыр-ай, Боранбайдың жүрісінен жер ойылады. Мұз қалада кеңірдегінде кезді қағандай апыл-ғұпыл атқарып тастайтын шұғыл шаруаның интересін тармағы өзіне аян. Десе де көз күйік болмай баратын жеріне жылдамдатып жетіп алсашы. Жоқ Боранбай, әлде бір әуенің ырғағына қосылғандай бір қалыпты бүкіл жүрісінен жаңылмайды. Осындайда өзімді бір кісі көрсетіп қалайын деп әдейі істей де кем білсін. Несін жасырайын? Құм қойнауында қоныстаған бұл ауыл адамдарының мінез-құлықтарында ала-құла бірде көл, бірде шөл. Әлдекім ойламаған тұстан жол талғамайтындай кесек көлденеңнен бұйрат құмдарына шыбын шаққан құрлы көрмей көкте өтетін шетелдік жеңіл мәшине мініп келсе, соның маңайына үймелей қалады. Ғажаптығы сонша, мұны қайда бағыттасаң да тоқтаусыз жүре береді. Құм төбелердің басынан бір-ақ секіреді. Доңғалақтың желін біраз уақыт шығарып жіберіп, тықырлыққа түскенде қайтадан толтырып алатын автоматы тәттігі және бар. Жүруші бір кездегі жалаңбұт жүрген ауылдың қара борбай баласы оқыған заманға бейімделіп бизнеспен айналысқан. Жол талғамайтын көлігі ұйқысыз күндер мен түндердің жемісі. Оның ата тегі қай рудан шыққаны, мектепті қалай бітіргені біразға дейін таусылмайтын тақырыпқа айналған. Боранбай ондай әңгімелердің ешбіріне қосылмайды. Саяқ жүреді. Бірақ көкірегіндегі бір беймағлұм құбылыстың аяқ астынан бүлк ете қалғандығын аңдамайды. Көзге түскен кереметінен кейін көрсетемін сендерге. Ішінен күбірлейтін біреулермен бәсекеге түскенде жұдырығын түйеді.
Шүкір, қазақ заман жақсы. Істің көзін тапқандарды дегендерді болып ақ тұр. Өйткенде осы ауылдың тағы бір азаматы қаладан электр движок сатып әкеліп барлық аузын аштырып көзін жұмдырған. Міне керемет. Алыс ауылға сағатпен, онда да қараңғы түсе берілген электр желісіне телміру айдалағыда қалды. Әлгі движоктың иесі мотордың кез келген уақытта іске қосып, сиырларын да аппаратпен сауадымыз, күні-түні телевизор көредіміз, құдықтан суын да тұрмамен тартадымыз. Боранбай мұны да қаперіне алған жоқ. Жерлестерінің жерден 7 қоян тапқандай құдды бұнан артық жаңалық болмайтындай өліп өшкендерін жақтырмады. Боранбай тірі болса таңғалудың көкірегін көрсететін сендерге. Баяғыша ішінен күмбірлеген біреулер мен бәсекеге түскенде жұдырығын түйді. Рас, мына секілді ми қайнатыр аптабында сынамайда Боранбайдан басқа бір пендені тауып берші. Қанеки, таба алмайсың. Қазір Боранбай 2-3 жерден бұрап ашылатын мұзбаланың киізбен қапталған ауыз есігінен еппен ғана бері сырғытады. Бірден лақ еткізу қауіпті. Себебі сырттан кірерге тесік таппай түтігіп тұрған ыстықтың бірден ішке лап қоюы әбден мүмкін. Ал жертөледегі қыздың жиған жүгіндей рет-ретмен қаланған мұз қала ыстық ауаға көңілшектік танытып ери бастаса кім жауап береді? Жауап беретін адам Боранбай. Оның бет әрімен кеселінен сақтасын. Осы тұрғанда бір қадақ мұзың артыңмен пара-пар. Ыстықтан қаталаған ауылдастарының сауабын алып, мұнымен ертең біреулер елес-елемес. Олар тіреліп тұрған түк жоқ. Билік өзіме график жасап, со сорларды мұзбалаға топ-тобымен кіргізіп шықсам қайтеді, деп те біраз ойланған. Жақсылық жасау Боранбайдың да қолынан келеді. Кейіннен мұнан мүлдем бас тартты. Мұзқала көпшілік кіріп шығатын экспонат тамашалайтын музей емес, бұл стратегиялық бағыттағы күрделі нысан. Алдымен мұнда кіші теңіздің қуыс қолтығынан ауланған балық сақталады. Аралдың кешегі дархан тарихын ұрпақ санасына жеткізетін бірден бір жанды организм осы. Әрине, мұзқала сыймай жататын баяғыдай ат көпір барлық жоқ. Тұс-тұстан ауланған балық там-тұстан осында жиналады. Жүгі толдау дегенде қаладағы зауыттарға жөнелтіледі. Бұл жүйе тоқтатпайтын тұрған мұзқала. Күн көзінде қалған балықтың бірер сағатта саудасы бітеді. Шіриді, шіріген балық итте жемейді. Кездесе сол апаты болған тіпті жергілікті ауруханадағы науқастардың жағдайлары нашарлағанда мұзға неге сұраныс күрт артады? Қалада осындай түйткілдерді мәселелер туыстары басынан жауап беремін деп уағдаласқан. Боранбайдың жерлестерін мұзқала графикпен кіргізіп шығару бастамасынан тартыншақталғанның себебі. Мұзқаланың да адам түсінбейтін тоснау мінезі бар. Ішкі топырлап кіргеннен жақтырмайды. Боранбайдың бұл қамқорлығына ризашылық пейіл танытып, ауылдастары әз-мәз салқындаған соң үн-түнсіз шығып кетсес кәні. Сөйлейді, біреулер жамандайды. Тақаттық таппаса жер жаһанды отты тілмен күйдіріп жіберуге шақ қалған биылғы аптаптың қолайсыздығына тіл тигізді-ау. Мөп-мөлдір жұқатай шарқыраған мұзқала мұндай пенделшілікті көтере ала ма? Боранбайдың түсінігінше тазалықтың тынбасына айналған мұзбалақтың тілі жоқ. Демесең тұнып тұрған тірі құбылыс. Әлгіндей сорақылықта бойға сіңіре алмайды. Сіңіре алмаған соң ыстықтан жылайды. Тас еденге тырс-тырс тамшылар тамады. Мұз еріді деген тым қарапайым ұғым. Әлде ауылға қанбайды. Боранбайдың басшылығымен әлгі ауылдың жұмысы жүрген жастарының күшімен жылда қақаған қыс айында мұзбалақтың құрылысы басталады. Теңізге қалыңдығы метрге жуық мұз қатқан соң ол электр арамен әдемілеп қиылады да транспортермен мұзқалаға тасымалданады. Мұз кескіндерін жымын білдірмей қалаға шеберлік керек. Айналасы аштамырып жертөле қапелімде түп-түзу көшесі бар. Мұзқала айналып шыға келеді. Жертөленің төбесі ыстық ішке кірмес үшін топырақ араласқан қамыспен қалыңдатып қайта жабылады. Киізбен қапталған есігіне дейін мұқият жөнеледі. Мұзқаланың есігінен ептеп сыраған арғы жақтан лап етіп жері құйылған салқын леп Боранбайдың тұла бойын тіл жеткісіз рахатқа бөлейді.